Келесі маңызды талқылау керек тақырыптардың бірі ол балалардың өтірік айтуы. Балалардың өтірік айтуы. Балалар өтірік айтады. Олар соншалықты өтірік айтып бастағанда өздерінің өтірігіне сене бастайды. Жоқ, мен істеген жоқпын, мен айтқан жоқпын, шын айтамын. Сен айттың ғой, мен болдым ғой. Жоқ, мен айтқан жоқпын. Мен жазып алдым. Міне видео. Жоқ, мен айтқан жоқпын, шын айтамын. Ол видеоны көріп тұрып мойындамай жатыр. Ол өз-өзін осыған сендіргізіп жатыр. Ал сіз білесіз бе неге осылай екенін? Себебі ең бірінші өтірік айтып мойындаған мезгілде сен менің үйімде өтірік айттың ба? Бірінші ата-анасы баласына маған шынды айтшы дейді. Баласы шын айтқаннан кейін ата-анасы бүкіл өзінің ашуын балаға төгеді. Келесіде дәл осылай қайталанған мезгілде бала өзінің өтірік айтып мойындағанын есіне түсіреді. Әрине келесіде ол өз қателігін мойындамайды. Ол өз-өзіне осындай шешім қабылдайды. Бұл үйде өз күнәнді мойындау жұмыс жасамайды. Ең алдымен баланы жазалаудан қою керек. Болып өтіп кеткен нәрсеге тым жазалап қажет емес. Міне анасы баласына ренжулі, өтірік айтқан үшін немесе бір іс білдірген үшін. Одан кейін анасы баласына мойындамаған үшін ренжи бастайды. Мен саған соңғы мүмкіндік беремін. Шыныңды айт, соңғы мүмкіндік деп 6 рет қайталайды. Әр айтқан сайын соңғы мүмкіндік деп. Соңғы рет сұраймын, сен істедің бе? Жоқ. Жақсы, соңғы рет сұраймын. Әкеңе айтпастан бұрын. Тағы да сұраймын. Мен істемедім, жылап жатыр. Мен істемедім. Өз дегеніне отырып алып мойындамайды. Мына баламен енді не істеуге болады? Айтып отырмын ғой, мен білемін. Ал бала болса өз дегенін мойындамай жатыр. Ал сіз болса қатты ашулана бересіз. Күннің соңында тіпті қатты ашуға түсесіз. Күйеуіңіз жұмыстан келеді. Сіз оған шағымданасыз. Бұл баламен не істерімді білмедім. Ол өтірік айтты. Шын ба? Жоқ. Қайтадан басталады. Осындай жағдайда не істеу керек екенін білесіз бе? Кейде баланың айтқанына сенген дұрыс. Сіз оның өтірік айтып тұрғанын білсеңіз де, мен саған сенемін. Сен маған ешқашан өтірік айтпас едің. Сен уәде бердің ғой, сондықтан мен саған сенемін. Сол мезетте басқа баласы: әке. Жоқ, мен сенемін оған. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Осылай 3-4 рет босата салыңыз. Тіпті олар өтірік айтса да, сонда не боларын қараңыз. Балалар ең басында жаман емес, олардың бойында мейірімділік бар. Олар табиғаты сондай, мейірімділікке жақын. Егер бір нәрсе бүлдірсе, қателік жасаса және сіз оны соттамасаңыз, яғни жазаламасаңыз, олар өзінің арына қарай бастайды. Ал егер жазаласаңыз, олар мүк етпейді. Өйткені олар өздерінің қателігінің жазасын алды. Және де олар өздерін жақсы сезінеді. Өйткені қателіктерінің жазасын қайтарып алғасын. Ал ар-ұяты оның үндемейді. Егер де анда-санда ол ылғи да осылай істеу керек деген мағына емес. Анда-санда жазаламайтын болсаңыз, жақсы. Мен саған сенемін. Сенің қарындасың дұрыс түсінбеген секілді. Мүмкін ол түс көрген шығар. Бетіндегі қызару ма? Білмеймін. Мүмкін ол жай ғана қызыл із болар. Тіпті ол қолдың емес, аяқтың ізіне ұқсайды. Жарайды, уайымдама. Бұндай іс неге алып келетінін білесіз бе? Анашым, мен сізге бірдеңе айтуым керек. Оны мен істеген. Ал сіз болса, сабырлы түрде оған: мен саған сенемін. Бәрі жақсы. Мен әлі де саған сенемін. Сіз дәл қазір өте маңызды нәрсе жасадыңыз. Баланың мағынасыз қорғаныс шеңберіне кетіп қалудан қайтара алдыңыз. Осылай жасау үшін сізге перспективаны ойлау керек. Баланы кеше салу оңай емес. Әсіресе сіздің екінші балаңыз немесе басқа бір бала жапа шексе, сізге екінші баламен сөйлесіп айтуыңыз керек: білемін, мен саған сенемін, саған ашулы емеспін. Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес екенін де білемін, бірақ мен оны жазалайтын болсам, сен одан бақытты болып кетпейсің. Осы жерде тағы бір мәселе пайда болады. Бірінші бала екінші баласын жазалағанда қуанатыны: әке, ол менің құлағымнан тартты.
Ал сіз болса іс-сапардан қазір келіп отырсыз. Сонда сіздің кішкентайыңыз: "Әкешім, ол менің құлағымнан тартты." Қашан тартты сенің құлағынан? Кешегі күннің бір күні. Сонда сен не қалап отырсың? Жазалашы оны. Сонда ғана сен бақытты боласың ба? Аға. Иә, балалар осылай жасайды. Әрине бұндай қылық кеңейтуге болмайды. Мысалы, балаға 2 жас болатын болса, онда жұбатуға болады. Сіз оның үлкен әпкесін басқа бөлмеге апарасыз да, қолыңызды соғасыз. Оған "Мен үшін ойнай қойшы" деп айтасыз. Ауырады. Ал қалай, сен бақыттысың ба? Иә. Жарайды. Бірақ үлкен балалар осындай қылыққа жасаса, яғни біреудің жазалағанына қуанатын болса, бұл үлкен мәселе. Бұл үшін жазалау керек. Неге сен мәз боласың? Сен бұдан не аласың? Бұл сұрақта баланы тәрбиелеуіміз керек. Екі мәселе: өшпенділіктің ұшқыны мен өтірік айту. Бірақ өтірікпен жұмыс жасау өте ұзақ жол. Бұл жетіспеушіліктен адамды тез қайтару мүмкін емес. Әсіресе бала өзін өтірік айтып тұрмын деп байқамайтын болса, енді бұл оған өзін өзі қорғану қабаты деп есептейді. Балалар көп өтірік айтып бастағаннан кейін не болатынын білесіз бе? Олар өздерінің өтірігіне өздері сене бастайды. Балалар керемет актерлар, олар өздерінің рөліне сіңіп кетеді. Сондықтан сіз ашудан жарылып кете жаздайсыз. Бірақ мынаны біліңіздер, оған қарай атылмаңыздар. Өзіңіздің ашу қарыңызды кейінге қалдырыңыздар. Қорқыныштан қалтырауына апармаңыздар. Материалды аударған Рухани KZ парақшасы.